Өмірдің алтын ережесі. Өзгерте алмайтын нәрсеге алаңдама. Жағдайды сол қалпында қабылда. Өйткені біз ауа райын өзгертуге тырыспаймыз. Жай ғана ауа райына сәйкес киінеміз. Өмірде әр адамның екі ағашы бар. Бірі бақыт ағашы, екіншісі қайғы ағашы. Қай ағашты суарсаң, сондай жемісті жейсің. Күйеуі әйелінің бойынан кемшілік іздесе, әйелінің бойындағы жақсы қасиетті көретін басқа адам табылар. Адамға сену үшін көп уақыт керек, ал одан көңілің қалу үшін бір сәт қана жеткілікті. Өзін өзі сыйлайтын әйелді тек қана бір еркек тебе алады. Ол баласы. Оның өзінде ол оның құрсағында жатқанда ғана. Өзінің әлсіздігін мойындау арқылы адам күшті болады. 4 нәрсе қайтарылмайды. Лақтырылған тас, айтылған сөз, өткізіп алған мүмкіндік, өткен уақыт. Біреуге бере алатын ең құнды сыйлық бұл сіздің уақытыңыз. Өйткені сіз ешқашан қайтара алмайтын нәрсені бересіз. Өзіңізде бар нәрсеге мән беріңіз. Басқаларда барына қарамаңыз. Алланың бергеніне шүкір етсеңіз, одан да көп береді. Сөз көбейгенде мақсат ұмытылады. Біреуге бір нәрсе айтпас бұрын, тіліңіздің миыңызбен байланысқанына көз жеткізіңіз. Мүмкіндігінше көп қателесіңіз. Тек бір нәрсені есте сақтаңыз. Бір қатені 2 рет қайталамаңыз. Сол кезде ғана өсесіз. Кілтсіз ешкім құлып жасамайды. Сол сияқты өмір шешімі жоқ мәселе бермейді. Ақымақ адам жақындарын қайта тәрбиелеуге тырысады. Ақылды адам оларды үйретуге тырысады. Тек дана адамдар ғана мүмкін емес нәрсені жасайды. Оларды сол мінезімен жақсы көреді. Адамдарға ешқашан балшық лақтырмаңыз. Балшық оларға жетпеуі мүмкін. Бірақ ол сіздің қолыңызда қалады. Адамды білгің келсе, оның ашуына тиіп көр. Адам ыдыс. Ол немен толтырылған болса, соны сыртына шашырата бастайды. Адамдар сізді қайта-қайта ренжіткен кезде, оларды құм қағаз секілді елестетіңіз. Олар сізге тиіп, аздап ренжітуі мүмкін. Бірақ соңында сіз кемелдікке дейін жылтырайсыз. Ал олардың еш пайдасы болмайды. Ең кедей адам қалтасында бір тиыны жоқ адам емес, арманы жоқ адам. Шындығында өмір қарапайым, бірақ біз оны табандылықпен қиындата береміз. Басқа мақсат қою үшін, немесе жаңа арман таңдау үшін ешқашанда кеш емес. Бақыттың бір есігі жабылса, екіншісі бірден ашылады. Бірақ біріншісіне ұзақ қарайтынымыз сонша, екіншісін байқамаймыз. Ұрыс керіспен қайғы алып келетін адамды үйіңе кіргізбе, тіпті ол туысың болса да. Сен жалғыз жүрген кезде жақындарың саған сатқындық та жасамайды, артыңнан соққы да бермейді. Егер бақытты болу үшін саған біреу керек деп ойласаң, қателесесің. Ақмақтықтың ең алғашқы белгісі ұяттан жұрдай болуда. Ақылды адам бәрін өзінен көреді, ал төмен адам өмірінде орын алған келеңсіздіктің бәріне өзгелерді кінәлайды. Абыройың артып биікке көтерілгенде достарың сенің кім екендігіңді біледі, ал құлағанда сен достарыңның кім екендігін білесің. Егер саған алып жүрген нәрселерің ұнамаса, беріп жүрген нәрселеріңді өзгерт. Ақылдылар қапаланбайды, қайта сабақ алады. Ісім алға бассын десең, өмірде жетістікке жеткендермен бірге жүр. 12 сағат жұмыс істеудің қажеті жоқ. Бар болғаны, баспен жұмыс істесеңіз болғаны. Өмір өзіңді табудан емес, өзіңді қалыптастырудан тұрады. Сізді ренжіткен адам
сіздің жаман қасиеттеріңізді өзіне сіңіріп, өз бойындағы жақсылықтарын сізге береді. Жастардың ойынша өмір ұзақ әрі тамаша, ал қартайғандардың айтатыны өмір көзді ашып жұмғанша өте шығады. Өз нәпсісін жеңген адам барша дұшпанын жеңгеннен де мықты. Сенсіз өмір сүре алмайтын адамдардың қадіріне жет. Сенсіз де бақытты өмір сүріп жатқандардың соңынан қума. Өзгелер мені білмейді деп қапаланба. Қайта мен өзгелерді білмеймін деп қауіптен. Өз-өзіңді құрметтеу сенің басты заңың. Егер дұрыс пайдалана білсең, өмір ұзақ та бағалы. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны орып алумен тең. Өз армандарыңызды орындау үшін әрекет етіңіз. Әйтпесе өзгелердің арманын орындау үшін жалданасыз. Жетістікке жеткен адамдар өзгелерге де жәрдем берсем дейді. Ал жетістікке жете алмағандар маған бұдан қандай пайда келеді деген сұрақ қояды. Кім болам десе сол болу ұлы адамның ісі. Қолынан келгені болу әр адамның ісі. Егер қолымнан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі дұрыс. Ал қолымнан ештеңе келмейді десеңіз, онда сіздікі тағы да дұрыс. Күннің нұры қоқысқа түссе де айнымайды, себебі ол нұр. Адам теңіз секілді, үстіңгі жағы белгілі. Ал теңіздің астында нелер сақталады, ішінде қандай сезім болып жатқанын ешкім білмейді. Жай ғана дыбыссыз аға береді. Адам көрінісінен ештеңе айтпаса да, ішінен үнемі сөйлейді. Дүниедегі ең үлкен жалғыздық сені түсінгісі келмейтін адамдармен бірге болу. Жауап берместікте өзіне жарасар бір жауап. Бақытты күндер саған келмейді, сен оған өзің баруың керек. Бір нәрсе қаласаң, адамнан сұрама, берсе міндет қылар, бермесе күлкі. Алладан ғана сұра, берсе нығмет, бермесе хикмет. Сіз жайлы жаман ойға барған адам сізді көзімен таныпты, жүрегімен емес. Сізді ренжіткендерге әлі де сәлем беріп жүрген болсаңыз, бұл нағыз биіктігіңіздің көрінісі. Адам күлкісі арқылы тәрбиесін, күлген нәрсесі арқылы кім екендігін көрсетеді. Қарапайым пікірле, қарапайым қабылда және қарапайым өмір сүр. Себебі өмір де өте қарапайым. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.